Ассалаумағалейкум, армысыздар қазақ елі. Осыдан 5 күн бұрын біз, яғни мен, Ербол Дәулетбекұлы, Республикалық Атажұрт еріктілері қоғамдық бірлестігінің төрағасы, Қытай Халық Республикасынан келіп, Қазақстан Республикасына туысшылай келу байланысымен ортада Қытайдың Ухан қаласында байқалған қауіпті індеттің кесірінен екі ел шекарасы жабылып, Қазақстан территориясында қалып қалған қандастардың хал ахуалын білу мақсатында, оларға көмектесу мақсатында үндеу таратқан едім. Содан кейін көптеген адамдар телефонымызға қайта хабарласып, жағдайларының өте қиындығын айтып мәлімдеп жатыр. Бұл жерде тек қана Қытай Халық Республикасынан емес, Монғолиядан келіп, Қазақстан территориясында қалып қойған, қайтадан кете алмаған, олар келгенде туысшылау мақсатында келген, ортада карантин болып, шекара жабылып, қайта алмағандығын айтып, енді жолаушы адамның ұзақ бір жерде жатуы, ол дайындықсыз келгендіктен қиын екендігі баршамызға аян. Туысының үйіне де ұзақ уақыт сыя алмайды. Баспана керек, киім-кешек керек, тамақ керек. Осындай қандастарымыз неше мыңдап саналады екен. Хабарласып жатыр, тізімдеп жатырмыз. Қазіргі карантинға байланысты біз ол адамдарды аралап шығуға мүмкіндігіміз жоқ. Бірте-бірте қиыншылықтарына көмектесетіндігімізді айтып жатырмыз. Алла қаласа, алда көмектесетін боламыз. Бұл жерде бұл келген қандастардың алды Қазақстан Республикасының азаматтығын алып үлгерген, карантин болғандықтан қайта алмайтын жағдайларға байланысты. Бірақ бәрі бір жолата дайындықпен көшіп келген емес. Кейбіреу бірінші рет келген, әртүрлі алды азаматтық алған, одан кейінгілері ықтиярға алған, енді ықтиярға та азаматтықта ештем алмағандар да бар. Таможня ашылса, қайтадан кетем деп отырған. Олар өйткені тек туысын іздеп, немесе саяхаттап келгендер. Ел көру, жер көру мақсатында келгендер. Әртүрлі. Әр адамның жағдайы әртүрлі. Естісеңіз, біреусінде баспана қиыншылығы болып жатқан, кейбіреуінде азық-түлік жоқ, кейбіреуінде киім-кешек жоқ. Енді біз бұл жерде қай елдің азаматы болса да, мәселен Қытай Халық Республикасының азаматы болса да, Монғолияның азаматы болса да, олар шекара сыртында қамалып қалғандықтан, оларға көмектесу сол мемлекеттердің міндеті. Мәселен, Қазақстан Республикасы шекараның сыртында қалған Қазақстан азаматтарының барлығын барып тұрып әкеліп алды. Ухан қаласында қауіпті вирус таралып, Ухан қаласы карантинға жабылып тұрған кездің өзінде Ухан қаласындағы Қазақстанның студенттерін арнаулы ұшақпен барып Қазақстан алып келді. Олар неге солай істемейді? Өз азаматтарын неге қорғамайды? Қазір екі елдің ортасында қорғансыз күйде қалған. Енді жаңа азаматтық алғандарына Қазақстан Республикасы көмектеседі, көмектесуге міндетті. Жаңа Қазақстанның азаматтығын қабылдағандарға, ол Қазақстан Республикасының азаматтары қандай әлеуметтік көмектен, карантинға байланысты беріліп жатқан көмектен игіліктенетін болса, ол азаматтық алғандардың бәрі сол көмектен игіліктене алады алдағы жерде. Бірақ олар да бұнда көбі дайындықсыз келгендіктен, Қытайдағы тұрақты мүліктері, ол жақта түрлі қаржы көздері үзілгендіктен, қазір олардың да қиыншылығы ауыр. Енді бұл жерде Қытай Халық Республикасының істеп беруге міндеті, істеп беруге тиісті міндеті. Мына Қазақстанда тұратын елшісі қайта Қазақстанның ішкі ісіне араласып, пәтуасыз сұхбаттарын тарата бергенше, осы жерде
үйсіз, күйсіз, киімсіз, тамақсыз қалған Қытай Халық Республикасының азаматтарының қал жағдайын бір уақыт білуі керек. Олардың жағдайын қазір Қытайдағы жергілікті билік органдары бұларға хабарласады екен, тек қана үркіту, қорқыту. Енді кейбіреуіне азын-аулақ жәрдем қаражаттар берген көрінеді. Бірақ басым көбі үркіту, қорқыту. Сен ол жаққа барғаннан кейін, ол жерде жүргеннен кейін, мына Қытайды жамандама, түрлі WhatsApp топтарына қатыспа, әлеуметтік желідегі істерге араласпа, ел ішіндегі ұйымдарға араласпа, барма, сөйлеспе деген сияқты. Тек әлеуметтік желі арқылы контролдап отырғандығы бесенеден белгілі. Өздеріңіз білесіздер, алдыңғы 3-4 жылда Қытайда өте ауыр, аянышты, жаныштау саясаттар жүргізілді. Соның кесірінен халық әбден үрейленіп қалған. Бұларға сөйлескен кезде сөзін жөнін айтсаң да қорқып тұрады. Ешқандай ашық сұхбатқа шыға алмайды. Өйткені әрбіреуімен Қытайдың өзінің сол жақта тұратын жердегі жергілікті билік органдардың өкілдері хабарласып отыр. Былайша айтқанда контролда ұстап отыр. Бір адамнан әрбір іс-әрекетіне дейін бақылап отыр. Тұрған жерінің әдірісіне дейін алып отыр. Осындай бақылауды ұстайды, бірақ ешқандай көмектеспейді. Болды, шыдаңдар, жата беріңдер, біз өзіміз алып кетеміз дейді екен, кейбіреуіне ықтиярға алыңдар дейді екен, сол жақтан. Әйтеу тек бақылауды ұстап отыр, көмектескен жоқ. Көмектесуге олар міндетті. Ал енді таможня ашылмайтын болса, адамды әкетпейтін болса, сол жақтағы бұлардың мүліктерінің сатылуына көмектесіп, мүліктерін сатып, ақшаларын бұларға берғай жөткеп беру керек. Бұлар бұл жақтан үй алып, ары қарай тіршілігін жасау керек. Мына Қазақстандағы елші осындай жұмыстарға араласу керек. Мына біреу Жаңшау мырза. Екі елдің ортасына ірткі салатын сөздерді көбейткенше, екі елдің мына халықтарының осындай кезде өзара арандатушылық әңгімелерді көбейтпей, ең жақсысы өз азаматтарының, Қытай Халық Республикасының шекараның сыртында қалып қалған азаматтардың хал күйін бір уақыт біліп, солардың нақтылы қиыншылықтарын шешуге күш салу керек. Елшінің міндеті сол. Ал енді Қытай Халық Республикасындағы қазақтардың құқығы тапталып жатыр десең, ойбай, ол Қытай Халық Республикасының азаматы, Қытайдың ішкісі деп шыға келеді. Ал енді мынандай кезде олардың Қытай Халық Республикасының азаматтары екендігін бұлар ұмыта қалады. Осындай екіжүзділік, осындай халықты тек қана өз пайдаларына ғана, саяси ұпайларына ғана пайдаланатын пайда күнемдік бұлардың істеп жатқан қарекет. Алдағы жерде ескертеріміз, Монғолияның Қазақстандағы елшілігінің дипломаттары да өз азаматтарына баса көңіл бөлу керек. Азаматтық алмағандарын тек қана туысшылап келіп кете алмай қалғандарын осы жердегі тұрмыс жағдайының шешілуіне, қайтадан еліне кетуіне көмегін жасау керек. Қытай Халық Республикасы да солай. Енді ол жақта індет тарап жатыр. Қазір мынау Шығыс Түркістандағы індет, бұлға байланысты оларда карантин жарияланып отыр. Сондықтан қазір адамдарын әкетпейтін болса, экономикалық көмегін жасау керек, қал жағдайын білу керек, мәселелерін шешу керек. Қазір енді карантинға байланысты біз ел ішінде қазақ әрқашан қиыншылығын береке бірлікпен шешіп келе жатқан халықпыз. Бір-бірімізге көмектесіп, өзара осылай өтіп тұрамыз. Ол мезеттік қана жағдай, қиыншылықтан шығу жол. Ары қарайғы қиыншылықтан түбегейлі шығатын жолды ол билік тарап
Қазақстан шешуге тиісті мәселелерді Қазақстан билігі шешеді. Қытай билігі шешуге тиістісі Қытай билігі шешеді. Моңғолия билігі шешуге тиісті мәселелерді Моңғолия билігі шешеді. Біздің міндетіміз қазірге тек қана береке бірлікте бола отырып, сол азаматтарға қолымыздан келген, өзіміздің қасымыздағы, айналамызда қандай адамдар бар. Өйткені біз алыс ауыл, аудан, оларды аралап жүру әзір карантин, ол мүмкін емес. Сондықтан сол жердегі осындай қамалып қалған тамақтан, киімнен қиналып жатқан азаматтарға көмектесу. Енді мына құжаттық жақтағы қиындықтар, біздің мына көші-қон саласындағы жеменқорлықтың кесірінен, қағазбастылықтың кесірінен құжаттану жұмысы да көп ақсап жатқандығы осы біз байланысып отырған адамдардың бәрінен белгілі болып отыр. Енді бұл жағындағы мәселені де сәйкесе отырып шешуге тырысамыз. Барлықтарыңызға амандық, саулық тілеймін. 2020 жылы 10 тамыз